Assalomu alaykum қазақ елі. 9 градус. Борттың температурасы алғалдылығы 48-де 7 дейді. Мен көрейік құрт бар ма жоқ па деп. Отырысында я. Мына құрттың кереметтері. 9 градуста нормально жұмысын жасап жатыр. Жағымызды көріп қояйық. Так. Көтеріле берсін, е, бер жағын айырмен аударып көрейік. Бұл жер енді биомусқа айналып кеткен. Биомусқа айналған жер бұл. Құрттар мінекей. Кәдімгі топыраққа айналған уже. Toprak. Беті мұз қатып отыр екен бірақ. Почти 6 градус отыр. Беті мұз қатып отыр. Жатты көрейік. Мұз қатып қапты онан бәрін бетіне. Мұз қатып қапты беттеріне. Ой бөлі. Мұз қатып қапты. Беті ше. Мұз болып отыр да. Құрттар әлі бар бұяқта. Әлі құрттар бар екен ағасында. Айтып отыр ма, бұл биогумустың құрты таусылып болмайды. Қаншаға бар ма? 5 градус. Бір градус. 41% ылғалдылығы. Аяқты көрейік ал. Шөже құрттардың жатқан жері ғой бұяқ. Ой, мына құрттар деген міне. Ашып та керегі жоқ сияқты ғой. Құрттарына бетінде де жүр. Қанша бар екен? 10. Құрттар тарсы? Жарық, семір отты. Жылы ғой асты. 10'da 9 oldu.
51. Açık biri yoksa bu yerde audarıp çetebilirsin. Anacaktı görüyor geldi. Ben betim görmek kaydım. Ton katıp bağın. Saban çok yer şey. Şangilerin bağlığını ajırat başladık. Muzu katkamasın deyip. İnceresine ne yan görüş kança oladı ekan. Uğraşılmıyor bana. Uşak koyduk uşak. Toğuz görüntüsü. Toğuzdan da götürüp baradır o. Ayrıdalır. Kurtlar o çakta çatır o. O yerden göreyik. Ama. Ha? Kurt var o ya. Nalar üstüde o yendi naların betin. Kesip yemep değil. Normal temperatürası. Gidiyordur. O kadar. Burada toprağından çıktı. Bu ne? Kapkara. Ne var ya? Ha? Kapkara karabuklarına dev şöyle. Bu ne lan? Bu ne lan? Ne? Mecbur kırmızı otkanca ulaşıyor. Tek üç burtku. Bularning biyikligi 40-50 santimetrga дейін. Mına şetke дейін. Kontsovka mına jeri. Mınadan bastap 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24 жарым арзанды жатыр. Осы 25 метр ғой. Біреу, екеу, ал үшіншісі. Биіктіктері енді 50 сантиметрге дейін барады бұның. Бұның үшеуі де бүйегіміз. Ала жаздай. Құрттар жатқан әлі күнге дейін жатыр құрттары. Бұл жерге мына үшеуіне 8 камаз көң түсіргенбіз. Нарашный бортпен 8 камаз көңімізден. Жарты шыққанның өзінде 4 камаз бүйегіміз шығады.
жоқ, даже одан больше шығады. 8 камаз. Кейіннен 2 камаз сиырдың көңін тасталды. В общем, 10 камаз ба? 10 камаздай көң тасталды ғой бұған. Бұның температурасы не болып отыр? 5 градус дейді температурасы. Ылғалдылығы 48 дейді. Biyomusun görsetip жүрейін деп бұл. Бетіне кәдімгідей тоң қатып қалған. Мына қап-қара қара топырақ. Бұл жерде сиыр мен қойдың көңі ғой, енді араласқан. Червяктар бар. Бұл үшеуін біз сатпаймыз. Бұларды тек өзіміздің полямызға ертең құдай қаласа ана жерден жер алып қойдық қой, сол жерге қарай. Аулақ шегетін жерге тастаймыз. Бір бөлігін, қалған бөлігін биогумусқа қарбыз егеміз, құдай қаласа соған тастаймыз деп отырмыз, сатылмайды енді. Мына жердегі мыналарың енді қыстай осында жатады құрттар. Сосын кейін бұл жақтың биогумусын сатамыз. Мына жақта бізде дайын болып жатқан биогумус бар. Негізі бір клиент келіп жаңағы маған 20 көк керек, 30 көк керек десе, онда ар жақтағыдан шамалы сатуға болады. Мына жерде бар биогумус дайын. Бұл жерінде биіктігі 40 сантиметр болады. Бір машина 1 камаз көң. Сосын ана ар жақтағыда жатқан, дайын жатқан биогумус. Бұларды сатуға бұлар. Қалғандары өзіміздің пайдамызға. Келесі жылы құдай қаласа бұдан да үлкен қылып не аламыз, но бірақ биогумус сатуға деген мақсат жоқ бізде. Тек сол биогумусты пайдаланып, соған егін егіп, соның егінін биогумусқа піскен өнімді сату біздегі алдымызға қойған мақсатымыз. Осы мына жер 1 камаз көң, одан бір 5 куб. 5 куб деп енді біз өзімізше не айтамыз, негізінде бір 7 кубтай шығу керек. Кітабы бойынша, бірақ 5 куб деп өзім қысқартып айтамын. Сол, әр қазақ бай болсын, істеріңізге береке.